Баршаңызға сәлем. 1001 кеңес каналында тот жүйдегі туралы айтатын боламыз. Ғылыми классификацияға сәйкес тот жемістері күрделі жүйдек жемістеріне жатады. Себебі өсіп келе жатқан уақытта бір-бірінен бөлек орналасқан миниатюралық гүлдер бір жерде жиналып бір жүйдекке айналады. Ақ немесе қара жидектері бар тұт ағаштары танымал, олардың дәмі бір-бірінен сәл өзгеше. Қара жидектерде айқын қышқыл мен тәттілік басым болса, ақ түсте карамель балдың айқын дәмі болады. Тұт өзінің химиялық құрамы бойынша белгілі жидектерден емдік қасиеттермен ерекшеленеді. Диетаға енгізілген тот жидектері әйелдің белсенділігін арттыруға, ең бастысы көңіл күйді көтеруге көмектеседі. Жемістердің әйел денесіне пайдалы әсері олардың құрамына байланысты. Магний жүйке жүйесін тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Сондықтан әйелдер менопауза кезінде стрессті және тітіркенуді жеңе алады. Көмірсулар мидың және ақыл-ой қызметінің ынталандырылуына ықпал етеді. Бета-каротин сұлулық пен жастықты сақтауға көмектеседі. С дәрумені ағзаға вирустар мен бактерияларға төзімділігін арттыруға көмектеседі. Тұттың балалар денсаулығына пайдасы өте зор. Жидектің құрамындағы табиғи қанттар нәзік балалар ағзаларын жақсы дамыту үшін қажетті энергияны қамтамасыз ете алады. Құрамында витаминдер, макро және микроэлементтердің көп мөлшері болғандықтан балалардың иммунитетіне жақсы әсер етеді. Дисбиоз және ішектің бұзылуы сияқты жалпы балалар аурулары асқазан ішек жолына дәрумендер мен минералдардың әсер етуінің арқасында тезірек өтеді және аз ауырады. Сүйек тінін нығайту және байыту тұттарда кальций мен калийдің көп болуының арқасында мүмкін болады. Жүктілік кезінде тұттарды қабылдау ыңғайсыздықты болдырмайды. Жаңа піскен жидектерді жеу вирустық және суық тиюдің алдын алуға көмектеседі. Күнделікті диетаға 1 стакан жаңа піскен жидектер қосу ісікті жеңілдетуге көмектеседі. Тұттың құрамында фосфордың болуына байланысты гемоглобинді көбейтіп, анемиядан аулақ болуға болады. Тұттың болашақ аналарға пайдасының маңызды факторы ұрық ақауларының қаупін азайтатын жемістерді фолий қышқылының көп мөлшері болуына байланысты. Болашақ аналар үшін тұт ағашының барлық пайдалы қасиеттеріне қарамастан, жидектерді қабылдауға кейбір қарсы көрсеткіштер де бар. Жидектердің күнделікті нормасын асырмаңыз, бұл бүйректің жұмысына әсер етуі мүмкін. Тек жаңадан жиналған жемістерді жеңіз, өйткені олардың құрамында көп мөлшерде қоректік заттар болады. Сондай-ақ қолданар алдында тұт жемістерін қайнаған сумен жуу керек. Бұл инфекция қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Ас қорытуға, улануға әкелуі мүмкін, піспеген жидектерді жеуге болмайды. Енді тұт ағашының халықтық медицинадағы емдік қасиеттеріне тоқталып өтейік. Тұттың бай дәрумені мен минералды құрамы халықтық медицинада жоғары бағаланады. Өсімдіктің емдік қасиеттері сонымен қатар жемістер ғана емес, қабығы, жапырақтары мен тамырлары да әртүрлі препараттарды дайындау үшін сәтті қолданылып келеді. Бұл жемістер бронхит, демікпе, қант диабеті, жүрек ауруы, менопауза, жүрек пен бүйректің ісінуі сияқты ауруларға ем бола алады. Жидектегі А және Е дәрумендерінің көп мөлшері тырнақтың, ішкі ағзалардың, терінің және шаштың күйін жақсартуға көмектеседі. Тұт жемістерін пайдалану ересектердің денсаулығына ғана емес, баланың ағзасына да жағымды әсер етеді. Тұт жемісі қандағы инсулин деңгейінің қалыпқа келуімен өте жақсы күреседі. Нәтижесінде ішектердегі қанттардың ыдырауы баяулайды. Олар қанға өте баяу ене бастайды. Бірақ тұт жемістерін пайдалану тек екінші типті қант диабетінде ғана көмектесе алады. Су моншасында қайнатылған тұт жапырақтары 30 күн бойы көздегі тұманнан арылуға, лакримацияны тоқтатуға және алғашқы глаукома белгілерінен арылуға қабілетті бола алады. Ол үшін инфузияны көз тамшылары түрінде қолдану керек. Ұйықтар алдында әр көзге 5 тамшыдан тамызып отыру керек. Кез келген жағдайда өнімді диетаға енгізбес бұрын диетологпен кеңесу керек.
Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.